Сәлем достар, сіздерге қуанышты жаңалық. Бұл CSS курсының ең соңғы сабағы болып саналады. 12-ші сабақ болып саналады. Жалпы соңғы сабағымызда нелерді қарастырамыз? Біздер position, absolute, relative, fixed, the index және де қорытындылай кетеміз осыларды. Жалпы position'ды түсіндірместен бұрын мен арнайы сурет көрсетейін сіздерге. Элементтерді әрбір жерге орналастыру үшін мысалға бізде сол жақ үстіге тақағымыз келеді, я болмаса міне оң жақ шетке қарай тақағымыз келеді. Дәл сол сияқты тағы да астыға да біз тақағымыз келеді. Осылайша элементтерді жылжыта бергіміз келеді. Сол кезде position absolute деген нәрсе қолданылады. Мұнда біздер position absolute беріп тұрмыз. Top деп отқанымыз жоғары қарай 0, left деп отқанымыз солға қарай 0. Одан кейін мына жерде де position absolute тұр міне. Top деп отқанымыз 30% деп тұр жоғары қарай. Right минус 25 пиксель дейді. Right деп отқанымыз оң жаққа қарай. Ал астындағы элементте міне position absolute bottom 5 пиксель тұр, төмен қарай. Left 10 пиксель тұр, солға қарай. Жалпы осы үш элементтің өзі мына ортада тұрған блоктың ішінде ғана тұр. Бірақ қазір ортаңғы блокта міне position static деген тұр. Ол браузердің өзінің қоятын по умолчанию мәні. Жалпы дәл осындай мәндермен қалдыра беріп, бірақ та мына ортаңғы тұрған элементтің position'ын ауыстыратын болсақ relative'ге, онда не болатынын көрсетейін. Міне ол кезде осы контейнердің ішінде ғана тұрады, соған байланысты санайды. Мана мысалға браузердің ең шеткі бетінен бастап санаса, мысалға top left деген. Ал мына жерде міне блоктың ортасынан бастап санап тұр, top left 00 деген сол жақ үстінде жабысып тұр. Мұнда 5 пикселде 10 пиксель тұр міне. Ал оң жақтағы элементіміз кішкене астыға қарай түсті. Енді осыны практика жүзінде көрсетейін. Бұрынғы жасаған нәрселеріміздің барлығын өшіріп тастайын. Сақтадым. Мынаны өшіріп тастайын. Енді тексеріп қарап жіберейік, мыналарды ашып. Index.html файлын аштым. Пустой күйінде тұр. Енді бастап жазайық. Мына div контейнерімізге біз түс берейік. Background. Сақтадым. Парашаны жаңартайын. Ештеңе жоқ, өйткені оның биіктігі берілген жоқ. Міне 200 пиксель биіктік бердім мен оған. Енін де берейік. Width 300 пиксель дейін. Сақтадым. Парақшамды жаңартайын. Енді осы элементті ортаға орналастырайық. Ол үшін margin top пен margin left берейік. Алдыңғы сабақтарда түсіндіріп кеттім. Бірден margin деп жазсақ та болады. Үстіңгі жағы 50 пиксель дейік. Оң жағы, астыңғы жағы, сол жағына да 50 пиксель дейік. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Әлде де кішкене сол жағымызда тұр. Ортаға орналастыру үшін тағы да көбірек берейік. Дәл келтіру үшін мен разработчиктің көмекші құралын шақырамын. Міне оң жағында жазылып тұрған маржиндерді өзгертейік. Жоғары батырмасын басамыз, стрелкасын. 80 жобамен ортаға келіп тұр. Енді сол жақ шетін өзгертейік. Бұны да жоғары қарай басып тұрмын. Жобамен 180 екен. 80 де 180. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Көмекші құралымызды алып тастайық. Жобалағанда ортада тұр. Тағы да үстінен қосып жіберейік. Осыменен жарайды. Енді ішіне блоктар салайық. 3 блок салайық ішіне. Div class item берейік бұған. Әуелдегідей 3 түрлі класс беріп шығайын. Item 1, item 2, item 3. Сақтадым. Енді жалпы айтемдерге класс беріп шығайын. Контейнердің ішіндегі айтемдерге background беремін. Сортыс берейік. Gray. Биіктігін 50 пиксель. Енінде 50 пиксель қылайық. Сақтадым. Парақшамызды жаңартайық. Міне 3 блогымыз бірінің астында бірі тұр. Енді қазір осыларға position absolute деп берсем, бәрі бір жерге үймелеп қалады. Бірінің үстіне бірін шығып. Сақтадым. Міне position absolute деп осылай жазылады. Парақшаны жаңартайын. Барлығы міне мына жерде бір жерде үймелеп қалды. Үшеуі де бір жерде тұр осы тұрғанда. Енді item 1-ге біз top пен left берейік. Item 1 top деп жазамыз, жоғары жағы деген сөз 0 береміз, жоғары қарай тақап тұрсын дейміз, left дейміз, солға қарай деген сөз, сол жаққа қарай 0 дейміз. Осы тұрғанда біз жоғары қарай 0 пиксель болу керек деп тұрмыз, солға қарай left 0 пиксель болу керек деп тұрмыз. Сонда ол қазір сол жақ үстіге қарай тақалады. Парақшаны жаңартайын. Міне біздің блогымыз сол жақ үстіде тұр. Қазір екінші элементімен мен оң жаққа қарай беремін. Item 2. Бұған керісінше біз right берейік, оң жаққа қарай тақалсын дейік.
20 пиксель дейін. Қазір оң жаққа қарай 20 пиксель қалады. Топ дейміз, жоғары қарай 30%-пен берейік. Процентпен берген кезде бұл жерде ең үлкен элементтің блогының биіктігінің 30%-ін ғана алады. Сақтадым. Парақшамызды жаңартайық. Міне оң жағында 20 пиксель болып тұр. Ал үстіңгі жағы міне 30% болып тұр. Ал мына үшінші элементке біз әдейі минус таңбаларын берейік. Item 3 bottom минус 50 пиксель дейін. Left минус 25 пиксель дейін. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Ол көрінбей қалды. Неге? Өйткені ол мына сол жақ астыдан да төмен қарай кетіп қалды. Біздің браузеріміздің сыртына қарай шығып кетті, көрінбейтін жаққа қарай. Минус 25 пиксель беретін болсам ғана көрінетін болады. Сақтадым. Жартысы шығып тұратын болады қазір. Парақшаны жаңарттым. Міне, жартысы шығып тұр бізде. Осылай күйінде қалдыра берейін, түсінікті болып тұру үшін. Енді мына блогымыздың контейнер деген. Оның позишны қазір статик болып тұр. Сондықтан да біздің элементтеріміз теңестірген кезде ол оған қарамай үстіңгі элементтің блогына қарап тұр, body элементіне. Жалпы осыған салыстырмалы түрде болу үшін, оң жағы 20 пиксель, ал үстіңгі жағы 30% контейнерге байланысты болу үшін, ол үшін біз контейнерге position relative беруіміз керек. Position relative. Міне осылай жазылады. Position relative. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Міне осы тұрғанда енді біздің контейнерімізге байланысты болып тұр. Неге олай болып тұр? Өйткені біздің контейнеріміздің ішінде тұр, үш элементтеріміздің барлығы да. Міне мында top left үстімізде 0 болып тұр. Ал мында оңға қарай 20 пиксель, үстіге қарай 30%-іміз тұр. Ал мында біз керісінше мән бердік, минус таңбасын 25 пиксельден бердік, жартысын міне. Солай жартылай шығып тұр міне. 25 пиксель солға қарай шығып тұр, 25 пиксель астқа қарай шығып тұр. Жалпы тағы да дәл осындай контейнер жасап шығайын. Мына контейнерді қазір көшіріп алайық. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Міне бізде екі контейнеріміз пайда болды. Тағы да бір үшінші контейнер жасап қойайын. Міне осы тұрғанда бізде үш контейнер пайда болды. Үшінде манағыдай үшеуі тұр. Парақшаны жаңартайын. Міне тағы үшінші элементіміз тұр бізде. Енді позишнның тағы бір күшті түрі бар. Ол fixed деген фиксированный түрі. Я болмаса қазақша айтқанда оны бір орында орналасып тұруы. Оны түсіндіру үшін тағы да бір div блогын салайық. Div класс баннер деп жазып қояйық. Әдетте баннерлер солай бір орында қозғалмастан тұрады. Баннер. Бұған фон берейік. Background orange, қоңыр сарғылт түс. Биіктігімен нені берейік? 120 пиксель дейік. Width, ширина ені 80 пиксель дейік. Сақтадым. Парақшамызды жаңартайық. Ол бізде қазір астында пайда болды, міне. Енді бұған position fixed берейік. Оң жағымызда тұратын болсын, қозғалмастан. Міне осы жерге жазамын мен. Position fixed. Енді манағыдай дәл солай top, right, left, bottom беруге болады. Біз тек қана екі мәнін береміз, оң жақ астыға дейміз. Right 30 пиксель дейік. Bottom төмен қарай 30 пиксель дейік онда. Міне қараңыздар, біз бүй деп тұрмыз. Position fixed, фиксированный болсын деп тұр. Right оң жағы 30 пиксель, bottom астыңғы жағы 30 пиксель. Міне сақтадым. Енді парақшамызды жаңартайық. Біздің элементіміз оң жақта тұр. Енді парақшаны жылжытамын. Байқап тұрсыздар, ол қозғалмастан бір орында тұр. Неге? Өйткені біз оған position fixed бердік. Сондықтан да бұл бір орында тұрады қозғалмастан. Жалпы осы позишндерді берген кезде бұл Photoshop қолданылған болсаңыздар, ода слой деген нәрселер бар. Дәл сондай сияқты бұл слойлар болып кетеді біздің элементтеріміз. Көріп тұрғаныңыздай мынаның үстіне шығып тұр, жасылдың үстіне мына сары элементтеріміз. Дәл солай сияқты қазір мына сары элементімізді ортаға қояйық. Бірақ ортаға қойған кезде сары элементіміз мына контейнерлердің үстінде тұрады. Неге? Өйткені біз кодта ең соңғы жаздық оны. Мына жерде міне баннер деп тұр, контейнерлерден кейін. Ең соңғы жазылған соң ол солардың үстінде болады. Қазір left деп жазайын. 200 пиксель дейін. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Міне сол жағымызда тұр қазір тұрғанда. Мен жылжытайын. Көріп тұрсыздар, ол осылардың барлығының үстінде тұр. Енді осыларды CSS пен қадағалауға болады, я болмаса өзгертуге болады. Мысалға мен контейнерлер жоғарырақ болғанын жақсы көремін. Мына сары элементімізден қарағанда. Ол үшін мен контейнерге the index беремін. Жоғары жақ қарай көтерейін. The index 5 деп берейін, мысалы көбірек берсем. Ол неғұрлым көбірек берген сайын жоғарыда тұратын болады. Ал біздің баннерімізге the index мен қазір 1 берейін, төменгі. Неғұрлым төменгі болған сайын ол астында тұрады. Сақтадым. Міне the index осылай жазылады. Парақшаны жаңартайын. Міне элементіміз астына қарай кетіп қалды. Жоғарыға жылжытқан кезде байқап тұрсыздар.
міне бір орында тұр, бірақ астыңғы жағында тұр мына элементтің. Енді мен жалпы осы контейнерге емес, мен тек қана мыналардың ғана астында болғанын қалаймын, ал контейнердің үстінде болғанын қалаймын. Ол кезде мен керісінше контейнерге 1 берейін, төменгі жағында тұрсын, ал the index баннерге 2-ні берем, ол сәл жоғарақта тұрсын. Ал мана біздің item элементтерімізге 3-ті берем, ол ең үстіңгі жағында тұратын болсын. Айтып кеткендей, неғұрлым көп болған сайын ол үстіңгі жағында болады, неғұрлым аз болған сайын ол астыңғы жағында болады. Және де өте ескеретін зат, the index тек қана position absolute, relative, fixed болған кезде ғана жұмыс істейді, қалған кездерде ол жұмыс жасамайды. Енді нәтижесін тексеріп қарайық. Парақшаны жаңарттым. Ол 3-ші элементтің үстіне шығып кетті. Неге? Өйткені біз оның жоғары элементіне байланысты болып тұр, ол бізде мында қазір position relative тұр, және де ода the index 2 тұр. Сондықтан да олар ішінде тұрған соң одан асып түсе алмайды. Соның the indexін алып тұр бұлар. Жалпы үстіне шығу үшін қазір біз тек қана 2-ші элементтің ішіне салып көрсек болады, сол кезде жұмыс істейді ол. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Міне, элементіміздің үстінде шығып тұр, міне. Ал мында үстіңгі жағына шығып тұра берді, қалған басқалардың барлығында. Өйткені олар ішінде емес. Айтып кеттім ол мана сіздерге түсіндіріп. Астыңғы болған жағына қарай, міне, үстіңгі жағында тұр, мұнаның ішіне кіріп тұр. Ал мында толығымен астына кіріп кетеді. Өйткені бұл ең астыңғы жақта орналасқан, ал екеуінің the индекстері 1-де 2-де 2. Мұның да қазір the индекс 2 болып тұр, бірақ ішкі элементте өзінара 3 болып тұр. Сондықтан да осының үстінде тұрады. Жалпы бұны толығырақ түсіну үшін өздеріңіз қайта-қайта жасап көріңіздер, неше түрлі эксперименттер жасап көріңіздер, сол кезде толық меңгеріп аласыздар. Осыменен сабағым аяқталды. Жалпы қорытындылай кететін болсам, CSS курсын мен тек қана бұл жаңадан бастаушыларға ғана жасадым. Бұдан кейін мен курстарым болады тағы да. Бұл курста ендігі жаңадан бастаушыларға емес, озық оқушыларға болады. Верстка туралы үйрететін болам. Қандай қателер жібермеуге болатынын көрсететін болам. Келесі курстарда кездескенше сау болыңыздар.